Сәлеметсіздер ме көрермендерім? Бүгінгі видеомызда жаңа жылға арналған винегрет салатын дайындаймыз. Өзінің қызыл түсімен дастарханды ашатын, қызылшадан дайындалатын винегрет салатын дайындаймыз. Ол үшін қызылша, сәбіз, қияр және жуа, мынандай укроп пен кинза және горох араластырамыз. Және сұйық май осындай. Алдағы уақытта оны сіздерге көрсететін боламын. Бірінші сәбізді 4-1 қылып турап аламыз, майдалап. Міне турап болдық. Енді осыдан кейін қияр турап жібереміз. Бұны да 4-1 деп майдалап турап аласыздар. Міне қиярымызды турап болдық. Енді жуамызды тураймыз. 2-ге бөліп, жартылай қылып, майдалап, жіңішкелеп турап аласыздар. Турап болдық. Бұның барлығын қоспаймыз. Қазір алдағы уақытта өзіміз көз жобамен салаттың көлеміне қарай қосамыз. Және мына укроп пен кинзамызды майдалап турап дайындап аламыз. Содан кейін ең соңынан қызылшамызды тураймыз. Қызылшамызды да 4-1 деп майдалап турап аламыз. Міне қызылшамыз барлығы дайын. Енді осылардың барлығын ыдысқа салып араластырамыз. Бірінші қызылшаны саламыз. Содан кейін сәбізді саламыз. Сәбізден кейін қиярды саламыз тұздалған. Және үстіне жуаны өзіміз осы көлеміне қарай жуаны қосамыз. Содан кейін барып горох қосамыз. Дайын тұрған кинза мен укробымызды қосып жібересіздер. Кинза өте салаттың дәмін жақсы ашады. Мен барлық салатқа қосам. Жарты ас қасық тұз саласыздар. Барлығын, енді мына жерде сұйық майдан 2 ас қасық қосып жібересіздер. Иісі жоқ, әдемі шедевр майдан қосып жатырмын. Енді осыны араластырамыз барлығын. Араластырған кезде өте керемет болады. Мына қызылшамыз барлық араластырған ішіне қосқан құрамының барлығын қып-қызыл қылып, әдемі қылып өзгертеді. Міне салатымыз дайын болды. Дастарханға қоюға дайын. Осындай салатты жаңа жылға дайындап дастархандарыңызға қойыңыздар. Пайдалы болып жатса, лайктарыңызды басыңыздар. Каналыма тіркеліңіздер. Сұрақтарыңыз болса, қойып кетіңіздер. Жаңа жылды жақсы қарсы алыңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.